Қасым баспасы, Қасым кітапханасы деген ой қайдан келді? Қарап тұрсақ, кітап дүкендерінде болсын, кітапханаларда болсын, қазақ тілінде кітаптар өте аз. Мұндай дүниежүзілік тумалар, классикалар мысал үшін жоқтың қасы болар. Сол себептен қазақ тілді адамның таңдауы аздау болып тұрды, кітап оқуға. Ал біздің сеніміміз бойынша кітап оқымаған адам, кітап оқыған ұлт, болашағы бұлыңғыр болады. Сол себептен осы жобаға кірдік, жоба деп бастадық, достарымызбен бірге бірігіп. Қазақ тілділерді хақысы бар, әдемі дизайнмен, жақсы жазылған классикалық, дүниежүзілік классикасын, қазақтың классикасы деген кітаптар болу керек деген сондай оймен бұл жобаға кірдік. Жалпы бөлек-бөлек адам ретінде емес, жалпы ұлт ретінде біз кітап оқыған ұлт болып өсу керек, сол кезде ғана жақсы жарқын болашағымыз болады. Біріншіден көп жылға арналған біздің тізімдеріміз бар. Қандай кітап, қандай автордың кітаптары шығу керек дегендей. Оны қазбалап әртүрлі жерлерден, кітапханалардың архивтарынан іздеп тауып жатырмыз. 1951, 52, 55 жылдардағы аудармаларды тауып алып, сол аудармашылардың ұрпақтарын тауып алып, одан рұқсат алып, олардан басып шығарып жатырмыз сол кітаптарды. Бүкіл дүние жүзі мойындаған ұлы шығармалар міндетті түрде қазақтың тілінде шығу керек деп. Жыл сайын 52 кітап шығарамыз деген ойдамыз. Енді сұрақ неге 52? Ол мұндай адамға дегендей мұндай сигнал, сөйтіп айтуға болады. Бір жылда 52 апта бар. Толық адам болам, кемел адам болам деген кісі бір аптада бір кітап оқу керек. 52 апта, 52 кітап дегендей. Түсінген адам көп кітап оқып, 3-4 жылдың ішінде әрине өте бір өзгерістерге келеді, жақсы өзгерістерге келеді дегендей. Стратегиямыз сол негізі. Хит деген кітаптарымыз 6000, 7000-ға дейін жетті. Осы 1,5 жылдың ішінде. Бірнеше кітап 5000, 6000, 7000 экземплярмен басып шықтық. Яғни кітап оқуға, бір-біріне сыйлауға, кітапты соған халық үйреніп келе жатыр деген сөз. Енді бізге келіп атқан кері байланыста көреміз, дәл сол той бастарларға кітап беріп атады. Тойда, үйлену тойында сыйлық ретінде бүкіл қонаққа кітап беріп атады. Бізден алдын ала тапсырыс беріп алып дегендей. Тіпті міне кітапты сыйлайтын адамдар осындай тіршіліктерді жасап жатыр. Біздің мақсатымыз да сол негізі. Кітап сыйлау деген ол үлкен құрмет деген, соны қайтару, бір кезде болған бір нәрсені соны қайтару әдетті. Енді әртүрлі жобаларды қарастыруға болушы еді негізі. Ұлтқа пайдалы болсын деп, бір ісіміз болсын дегендей. Бірақ осы жаңағы үш кісі бірігіп осыны біз жасап атқан үш кісі, біз осы кітап шығару деген ойға бірден келдік. Өйткені адамның дамуы осы кітаппен байланысты. Жалпы ұлттың рухани жаңғыруы тағы да кітапқа байланысты. Мына жерде суреттерініп тұрған Лев Толстой деген атақты, тек орыстың демейміз, бүкіл дүниенің бір дүние жүзінің ғұламасы деп айтуға болады. Сол кісінің айтқан бір сөзі бар. Өзінің тілін, дәстүрін, тарихын, ұлттық қаһармандарын ұмытқан ұлттың болашағы жоқ дейді. Ал жаңағы дәстүрімізді, тарихымызды, ұлттық қаһармандарымызды бізге білдіретін, біздің жүрегімізге, бойымызға сіңдіретін солар туралы ақпарат, ол тек қана кітап, бірақ жол бар, сол кітап қана. Сол себептен біздің сеніміміз бойынша бізді рухани да жаңғыртатын, ұлттық бір намыс деген құндылықтарды оятатын осы кітап қана. Бізше осы ең бастысы осы кітап оқу. Сол кезде ғана біз жақсы өзгеріске келіп, сана тәуелсіздігіне ие боламыз. Ең басты бізге керек сол болып тұр, сана тәуелсіздігі. Менің өз басым бір дағдым бар. Қай елге барсам да, сол жақтан қазақтарды іздеп жүремін да. Әртүрлі себеппен кетіп қалған, көшіп кеткен дегендей. Европа елдерінде болсын, Ауғанстан, Иран, Түркия болсын. Сол Түркияда бір
кісімен танысып, осыдан 10 жыл бұрын дос болып кеттік. 100 жылдан артық бұрын, 110 жылдай бұрын оның аталары осы біздің Омбы, Көкшетау жақтардан көшіп кетіпті Түркияға. Енді не керек, сол досым осы биыл менің бірнеше жыл шақыруыммен биыл осы жаққа көшіп келем деп шешім қабылдады. Ана жақтағы бизнесін, үлкен сүт заводы бар, інілеріне тапсырып осы жаққа көшіп келді. Көшіп келгенде қасында 24 жастағы университетті бітірген қызы бар, баласы. Әйелі 3 баласымен негізі жалпы келді. Сол қыз баласына осы жердегі жұмысты өзім ұсындым. Осы Қасым кітапханасы деп дүкен ашып жатырмыз. Біріншіден, қызым өзіңе жақсы болады. Бұл жерге тек қана қазақ тілді кісілер ғана келеді. Тұтынушы ретінде бөтен тілде сөйлеп, саған қиналып керек жоқ. Білмейтін тілде өз тіліңді жақсылап, сапалы үйреніп алайын. Осы жерде жұмыс істе. Саған жарасады деп өзім шақырдым осы жерге. Тап-тамаша міне 1 ай болды жұмыс істеп жатыр. Енді өзі тек қана кітап сатумен айналысып отырған жоқ осы жерде. Ана ескі архивтан тауып алған біздің кітаптар, кітапханалардан тауып алған кітаптар, соларды басу деген жұмыс бар ғой, терушінің жұмысын. Екінші жұмысы сол терушінің жұмысын атқарып отыр. Яғни қазақша кітапты қазақ тілінде жазылған кириллица әріпімен компьютерға басып, теріп, соның арқасында кәсіби, әдеби қазақ тілін үйреніп отыр. Сонда мына жерде 2-3 өзіне де бізге де пайдалы істер жасап отыр. Менің атым Нурбану. Мен Түркияның Коnya қаласынан Қазақстанға келдім. Не үшін келдім деп сұрасаңыз, мен Қазақстанды өте ұнадым. Қазір мен 3-ші рет болып жатырмын осы жақта. Бірінші рет 2019-да келіп көрдім. Сосын маған өте ұнап қалды. Мен 2019 жылында Түркияда Keto Karatay Üniversitesi'nde 3-ші класста болдым. Менің мамандығым құрылыс инженер. Сосын мен ойладым, қалай жұмыс істеу керек деп. Қарағандыда болғанда көрдім осы жерні қалай деп. Сосын мен айттым өз-өзіме, маған жаңа бір тәжірибе керек. Сосын өз мемлекетіме барсам қалай болады деп ойладым. Сосын Ерлан ағама бірге солай сөйлесіп көрдік. Сосын мен келдім, көрдім тағы. Сосын Қасым күтіпханасында қазір сатушы болып жұмыс жасап жатырмын. Мен не үшін келдім? Менің өз мемлекетім, менің өз туған жерім, сондықтан қатты ұнайды маған.